Мен Жүнісова Ләззат Балғабайқызы, еңбек және қауіпсіздік қорғау инженері болып, Ағадыр айналым депосында ТД-11-де жұмыс атқарам. ТД-11 туралы қысқаша мәлімет айтсам осындай. Біздің Ағадыр айналым депосы мекемесі Қарағанды облысы Шет ауданының Ағадыр бекетінде Нұрлы жол 4 көшесінде орналасқан. 1937 жылы 1 қыркүйек Ағадыр айналым депосы құралған. Осы 1 қыркүйек 1937 жылы Ағадыр депосының туған күні болып есептеледі. 1940 жылы Қарағанды локомотив депосында құрамына қосылады. Біздің мекемеде ұжымдық шарттар, келісімдік шарттар бар. Сол келісімдік шарттар 3 жылға бекітіледі. 2024 жылдан бастап 2026 жылы қарастырылады. Ол ұжымдық шарттар бойынша біз материалдық көмек көрсетеміз жұмыскерлерімізге. Шипажайлық курорттық жолдамалар береміз, тіс емдеу береміз. Әр жұмыскердің балаларына жаңа жылдық тегін сыйлықтар беріледі. Бір жылда бір рет темір жол билеттері бір мезгіл жылына тегін қарастырылады жұмыскерлерге. Бүгінгі күнде Ағадыр айналым депосы, біз Ағадыр айналым депосында 300 адам жұмыс істейді. Оның ішінде 137 машинист, 136 көмекшісі, машинист көмекшісі бар. Ағадыр айналым депосының басты мақсаты жолаушылар тасымалдау және жүк тасымалдау. Ағадыр Саршаған, Ағадыр Қарағанды участогіне теміржол міндеттерін атқарады.